Қайырлы күн баршаңызға. Достар, бүгін сіздермен сіз дәмін көрмеген ерекше бір сусындардың бірі өріктен жасалынатын лимонадтың түрімен бөліскелі отырмын. Және бұл ПП рецепт, құрамында қанты жоқ, арықтағысы келіп жүрген жандарға өте көмегін тигізетін сусындардың бірі болып табылады. Достар, ең алдымен менің арнама алғаш келіп жатқан болсаңыз, тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті су, өрік, мед және бір лимон қажет болады. Өріктің арасындағы міне тасынан ажыратып, барлығын тазартып алатын боламыз. Достар, егер осы рецепт сізге ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Міне лимонымыздың сыртындағы жарты бөлігін, осындай цедрасын алатын боламыз. Міне осылай жарты бөлігін осы терканың майда көзінен өткізіп аламыз. Енді лимонымызды ортасынан бөліп, лимонымыздың соғын сығып алатын боламыз. Міне осылай бір лимон немесе жарты лимонның соғын алатын боламыз. Енді бізге блендер қажет болады. Блендерімізге өріктерімізді және суымызды құйып аламыз. 2 ас қасық бал және лимонның цедрасында саламыз. Бұл бізге жаңа лимонадымызда әдемі ароматный иіс беріп тұрады және дәміне де әдемі дәм қосып тұратын болады. Лимонымыздың соғында міне ситодан өткізіп қосып алдық. Енді 1-2 минутта блендерлеп дайындап алатын боламыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай өте жылдам дайын болады және өте пайдалы рецепттердің бірі. Өріктің пайдасы бұрыннан белгілі. Іші қатып ауырып жатқан кісілерге өрікті қайнатып суын ішкізген, мысалы қыстың күнінде де өріктің компотын ішкен немесе кептірілген өріктерді қайнатып оны іш жүргізуге өте пайдаланған. Ішті тазалауға өте пайдалы жемістердің бірі болып табылады. Енді міне ыдысымызға мұздың бөліктерін салып құйып ұсына беруімізге болады. Осы 5-6 өріктен 1 литрден аса лимонадымыз дайын болады. Холодильникке салып, кейін де жатар орынға ішсеңіз өте пайдалы сусындардың бірі. Міне әрлеуге мен мятаны пайдаландым, арасына қосып жеуге де болады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер, пайдаларыңызға жарасын. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, жаңадан келіп жатсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда видеоларымды алғашқылардың бірі болып тамашалай аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.